Нөмір 19 жалпы орта білім беретін мектеп биология сабағы. Пән мұғалімі Нұрмаш Айман Қазбекқызы. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі сабаққа сіздерге бақыт, мереке, денсаулық тілеймін. Қуаныш, береке, шаттық тілеймін. Оқушылар, генетикалық код пазлы әдісімен өткенді бірге пысықтап, жаңа сабағымыздың тақырыбын бірге ашайық. Ендеше бастаймыз. Бірінші сұрақ: генетикалық кодтың үш өрімділігі дегеніміз не? Дұрыс, бір амин қышқылы 3 нуклеотид кодтайды. Келесі сұрақ: генетикалық кодтағы бір кодон неше нуклеотидтен тұрады? 3 нуклеотид. Жарайсың. Келесі: генетикалық кодтың қасиеттерін таңдаңыз. Бұл жерде оқушылар екі жауапты таңдаймыз. Әмбебаптығы, жарайсың, және де 3 өрімділігі. Тамаша. Келесі сұрақ: бұл жерде ақиқат немесе жалған екенін анықтаймыз. Генетикалық кодондар бір-бірін жаппай ретімен оқылады. Бұл бізде ақиқат. Дұрыс. Келесі сұрақ: генетикалық кодта қанша кодон бар? Жарайсың, 64. Келесі сұрақ: генетикалық кодтың көптігі бір кодон бірнеше амин қышқылын кодтайды дегенді білдіреді. Бұл бізде жалған ақпарат. Дұрыс. Бір-бірін жаппайтындығы қасиетінің мәні неде? Жарайсың, кодондар бір-бірінен кейін бірі жеке оқылады. Оқушылар, біз пазлды аяқтадық. Енді пазлдың астындағы суретке мән берейікші. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыздар? Суреттен нені көріп тұрмыз? Фотосинтез процесіне, және де фотосинтез процесін жүзеге асыратын бұл хлоропластты көріп тұрмыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз сіздермен хлоропласттың құрылымдық компоненттері және де олардың қызметтері. Оқу мақсаты: хлоропласттың құрылымы мен қызметі арасындағы өзара байланысты орнату. Сабақтың мақсаты: хлоропласттың құрылымдық компоненттерін және де олардың қызметтерін сипаттау. Хлорофилдің химиялық, физикалық қасиеттерін анықтау болып табылады. Биологияда хлоропласт өсімдіктер мен кейбір балдырлардың фотосинтез өтетін жасушалық органоиды болып табылады. Оның құрылымы мен қызметтері бірігіп энергия өндіру болып табылады. Жасушаның құрылымы әртүрлі қызмет атқарады. Мысалы, телакоид жарықты қабылдап, энергияны бүкіл жасушаға әділ таратады. Әрбір құрылым өз қызметіне жауапты. Мембрана қорғауға жауап береді. Строма химиялық процестерге жауап береді. Телакоид энергияны өндіреді. Яғни әр құрылым өз жұмысын әділ әрі жауапты өткізеді екен. Оқушылар, хлоропласттың құрылымымен 3D форматта танысайық. Ең әуелі сыртқы мембрана, одан кейін ішкі мембранадан тұрады. Одан бөлек телакоидтар жарықты қабылдайтын бөлімі, телакоидтардан граналар құрылым жасайды. Және де іші сұйықтыққа толы строманы байқауға болады екен. Аталған мәліметтерді пайдалана отырып, оқушылар тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма: топтық жұмыс. Әр топқа әртүрлі кейстар ұсынылады. Бірінші топ: хлоропласттың зауыт жобасы, яғни нұсқаулық берілген хлоропласттың зауыт ретінде елестетіп, оның бөлімдерін зауыттың бөліктерімен салыстырыңыздар. Екінші топ: хлоропласттағы комикс оқиғасы, нұсқаулық, хлоропласттың құрылымдық компоненттері мен олардың қызметін комикс арқылы түсіндіру. Бұл жерде комикс бізде жасанды интеллект бойынша жасалған. Келесі үшінші топ: фотосинтез картасы. Фотосинтездің интеллект картасын жасаймыз.
Нұсқаулық хлоропласттың ортасына фотосинтездеп жазып, одан тармақтарды шығарасыздар. Сіздерге қосымша мәліметтер берілген. Жалпы дескриптор бойынша 4 балл. Дескриптормен жұмыс жасаймыз. Жұмысты жақсы орындадыңыздар. Ендеше дұрыс болатын жауапты бірге көрейік. Хлоропласттың зауыт жобасы. Кесте толыққанды толтырылған. Тилакоид күн энергиясын қабылдайды, цех болып табылады. Дұрыс. Қызметі жарық фазасы өтеді, жарық энергиясы химиялық энергияға айналады. Грана, цехтар кешені, строма, негізгі өндіріс залы. Жақсы. Хлорофилл, күн панельдері. Өте тамаша. Екінші топ, хлоропласттағы комикс оқиғасы. Сәлем, мен хлоропластпын, мен фотосинтез жасаймын. Мен хлорофилл, күн сәулесін сіңіремін. Жақсы, яғни хлоропласттың құрылымдарын өзінің қызметімен сәйкестендіріп комикс жасаңыздар, жарайсыздар. Үшінші, фотосинтез картасы, яғни фотосинтезді ортаға қойып, одан жарық тәуелді реакциясын жасадыңыздар, одан ары қарай оның құрылымдарын жазып шықтыңыздар. Жақсы, жарайсыңдар оқушылар, тамаша. Келесі тапсырмаға ойыссақ, екінші тапсырма бізде жұптық жұмыс. Цифрлық ресурстарды пайдалана отырып, біз ақиқат немесе жалған ойынын ойнаймыз. Бастаймыз. Бірінші сұрақ оқушылар. Хлоропласттар құрамында судың мөлшері шамамен 70% болады дейді. Бұл бізде ақиқат. Жақсы, оқушылар, дұрыс. Екінші сұрақ. Хлоропласттың құрғақ массасы 70% минералды заттардан тұрады дейді. Дұрыс дейді. Дұрыс жауап бізде қате. Бұл жауап бізде дұрыс емес. Хлоропласттардағы нәруыздар құрғақ заттың 50-55% құрайды. Бұл жауап әрине ақиқат. Тамаша оқушылар. Келесі, липидтердің мөлшері шамамен 10% құрайды. 10%-дан аспайды. Бұл жауап бізде ақиқат. Жақсы. Келесі сұрақ. Көмірсулардың мөлшері 5%-дан 50%-ға дейін өзгеруі мүмкін дейді. Бұл жауап бізде ақиқат, оқушылар, жарайсыңдар. Келесі, белсенді жұмыс істейтін хлоропластта крахмал көп мөлшерде жиналады. Әрине ақиқат. Келесі сұрақ. Магний хлорофилдің құрамына кіреді және де фотосинтезде маңызды рөл атқарады. Бұл жауап нұсқасы әрине дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Хлоропласттағы темір мен мыс, марганец сияқты элементтер болмайды. Бұл жауап бізде дұрыс. Жұптық тапсырманы сәтті аяқтадық. Енді үшінші тапсырмаға кезек берсек. Үшінші тапсырма функционалдық тапсырма. Жағдай, оқушы жапырақты жарыққа қояды. Біраз уақыттан кейін микроскоппен қарағанда хлоропласттардың жасуша ішінде орын ауыстырғанын байқайды. Егер жарық әлсіз болса, хлоропласттар қай жерде орналасады? Егер жарық өте күшті болса, хлоропласттар қалай орналасады? Орта жарық кезінде хлоропласттардың қай жерде орналасатынын анықтаймыз. Тапсырманы аяқтасақ, жауаптармен танысайық. Бірінші тапсырма. Жарық әлсіз болса, хлоропласттар жасушаның үстіңгі қабырғасына қарай жақын орналасады, жарыққа жақын. Екінші, жарық өте күшті болса, хлоропласттар бүйір қабырғаға қарай ығысады. Орташа жарық кезінде хлоропласттар біркелкі орналасады. Жарайсыңдар оқушылар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ қызықты болды деген ойдамын. QR кодпен цифрлық ресурс ментиметрде рефлексия жасаңыздар. Сабаққа қатысты сіздердің рефлексияларыңызды оқып отырмын. Хлоропластпен жақын таныстым. Креативті тапсырма, комикспен жұмыс ұнады дейді. Жағдаятты тапсырмаларды қолданамын. Шығармашылық тапсырма ұнады дейді. Фотосинтездің жүру жолын үйрендім дейді. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар оқушылар.